Омар Хайям әлемге аян 4 тағандардың авторы. Ақын өмір мен өлім, жақсы мен жаман, қанағат пен обырлық, жастық пен кәрілік, ізгілік пен зұлымдық, жұмақ пен тозақ сынды тақырыптарды 4 жолды өлеңге сыйғыза білген әйгілі парасатты ақын. Оның рубаиларының өзі бөлек әңгіме. Бұдан бөлек астрономия және математикаға байланысты бірнеше еңбектері бар. Ғұламаның адам, өмір туралы нақыл сөздеріне назар сала отырыңыздар. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйеліңнің бақытты, олай болмаса әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жаста өтер, бірте-бірте кәріде өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен тыңдай білетін адам. Ей көңілім, сыйластық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаңғаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірде дана секілді өмір сүргің келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күледе, жылайды алады. Көздермен естен адастыруға да болады, жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Омар Хайямның нақыл сөздерінен.